Депрессияға қандай оқиғадан кейін кіріп кетіп жатады? Бүгінгі тақырып соған арналады. Стресс депрессияға болашақты уайымдағаннан, өткен өмірге өкінгеннен, қазіргі сәтті бағаламағаннан болып жатады екен. Біздер болашақты уайымдағаннан ештеңе жасай алмаймыз. Өткен өмірге, өткен оқиғаға ештеңе жасай алмаймыз. Және де қазіргі сәтті бағаламау адамдарды депрессияға кіргізеді екен. Және де ген арқылы келуі мүмкін, тұқымда болуы мүмкін, токсичный ата-аналар болуы мүмкін, балалар қаламаған бала болуы мүмкін, баланы жақсы көрмеуі мүмкін, үкіметтен қолдау жоқ, сенетін адам жоқ, өзін өзі жалғыз сезінуі мүмкін. Және жақын адамдары қайтыс болып кетіп, көмектесе алмадым деген өкініш, ит мысықтарын уайымдап та депрессияға кіріп кетіп жатады екен. Және де қандай да бір проектін алды, ол болмай қалды, статустары түсіп кетті, бір жерде басшы директор болды, кәсібі банкрот болып қалды, содан кейін де өзіне деген бағасын түсіріп жібереді екен. Және де ажырасқаннан кейін партнерлар бір-бірін тастап кетіп, басқа адамдарға кетіп қалып жатады. Және токсичный қарым-қатынастар болса, осы бақыт әкеле ма, әкелмей ма деген уайым да депрессияға кіргізіп жібереді екен. Сондықтан да гипнотерапия алып, психологиялық көмек алсаңыздар болады. Міндетті түрде маманның көмегіне жүгініңіздер.